Иә, Атыраудың жергілікті тұрғындары өзіміздің қаламыз бен облысымызды не мақтарымызды, не даттарымызды, не жамандарымызды білмей қалдық қой. Біресе мақтаймыз, біресе даттаймыз, біресе жамандаймыз. Оның себебі көп болып тұр. Не істерімізді өзіміз де білмей қалып тұр. Бізде газдардың, иістердің неше шұрайы бар. Оны біз күнделікті иіскеп отырамыз. Денсаулығымыз құрып, мұрнымыз бітеліп, тамағымыз қарлығып, дәрігерге барамыз. Дәрігерлер бір-біріне жібереді. Ақыр соңында ақылы медицинаға бар дейді. Дәл қазіргі уақытта мен басында сол жағдай өтіп жатыр. Менің бір сырқаттанғаныма 1 жыл болды. 2 рет ем алдым. Наурыз айында және қараша айында былтырғы жылдың. Соңында барғанда енді ЭМГ деген аппаратқа түсіп келіңіз. Ол бізде ақылы түрде қалада соған түсесіз. Одан кейін ақылы медицинаға барып, ине алуымызға кеңес береміз деді. Ал мына көріністі қараңызшы, ешқандай әдемі көрініс болып тұр, бірақ бізге пайдасыз дегенде де зиянды көріністер бізде өте көп. Қаланың үстін үнемі бірдеңе өртеніп, түтін басып жатады, шаң басып жатады, иіс алып жатады. Біздер тереземізді аша алмай, есігімізді аша алмай, демала алмай, тұншығып жатамыз. Құдайдың құтты күні сондай жағдай бізде. Мынау бір жағынан ТЭЦ жылу станциясы дейма қазақша, екінші жағынан АНПЗ заводы. Екеуі түтіндетіп, әдемілеп, бір-біріне қосып бізде жіберіп жатыр. Қойдыртып. Қаланың үстін қазір камера бере алмайтын болар, бірақ та қаланың үстін түтін басып тұр. Түтін басқан ештеңе емес, иіс деген күнде дем алғызбайды. Терезені аша алмаймыз, күндіз де түнде де. Бізде таза ауа жоқ. Бізге қарапайым таза ауа жетпейді, бізге қарапайым таза су жетпейді ғой. Осындай жағдай бізде. Өкінішке орай. Сурет әдемі, бұлттарға барып қосылған түтіндер әдемі, бірақ біздің өміріміз әдемі емес.